Абдулла Қарсақбаев атындағы номері 41-ші жалпы білім беретін мектептің 5-ші Д сынып оқушысы Мүсіпақын Медина. Оқуға құштар мектеп жобасының аясында мен күзгі демалыстарда осы Мұқағали Мақатаев атамыздың 3 бақыттым өлең жолдарын оқыдым. Қазір мен сіздерге «Пай-пай өмір» деген өлеңін оқып берейін. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні, қиясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің-ау бір күні. Болмағандай, жүрмегендей сенде біз, кетеміз-ау, әй кетеміз, пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті, біз кетеміз, кету үшін кетеміз. Менің атым Амандық Аяулым. Мен Абдулла Қарсақбаев атындағы номері 41-ші жалпы білім беретін мектепте оқимын. Мен осы күзгі демалыста 3 кітап оқыдым. Соның біріншісі қызықты география, екіншісі балалар энциклопедиясы, ал бізде үшіншісі ол Мұқағали Мақатаев. Осы 3 кітаптың ішінде маған ұнағаны ол Мұқағали Мақатаев. Мен Мұқағали Мақатаевтың 3 бақыттың өлеңін айтып бергім келеді. Ең бірінші Мұқағали Мақатаев 3 бақыттым. Ең бірінші бақыттым халқым менің. Оған берем ойымның алтын кенін. Ол бар болса мен бармын, қор болмаймын. Қымбаттырақ алтыннан да нарқым менің. Алматы қаласы Абдулла Қарсақбаев атындағы номер 41-ші жалпы білім беретін мектептің 5-ті сынып оқушысы Тоқтар Досхан. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша күзгі демалыста әдеби кітаптар ішінен Артур Конан Дойлдың «Жоғалған әлем» деген кітабын оқып шықтым. Бұл кітап Артур Конан Дойл бұл кітапты өзінің фантазиясынан құрап ойлап тапқан болатын. Мен сіздерге осы кітапты оқуға кеңес беремін. 5-ті сынып оқушысы Мақсұт Әмір. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша күзгі демалыста берілген көркем әдебиеттер ішінен Бердібек Сапарбаевтың «Балалық саяхат» кітабын оқып шығып ерекше әсер алдым. Бұл шығарманы оқып отырып түйген ойым: бала Бердібекте балалық шақ деген болмаған. Біздің қазіргі бақытты балалық шағымызбен салыстыруға келмейді. Достар, қазіргі балалық шағымызды қадірін түсіну, бағалау үшін де осы Бердібек Сапарбаев атамыздың «Балалық шаққа саяхат» шығармасын оқуға кеңес беремін. 5-ші сынып оқушысы Абдиязиз Әлихан. Оқуға құштар мектеп жобасы бойынша күзгі демалыста берілген көркем әдебиеттер ішінен Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» атты кітабын оқып шықтым. Бұл кітаптың іші өте қызық. Бұл кітаптың ішінде біздің ата-бабаларымыз өзіміздің жеріміз үшін және біз үшін ұрпаққа деген махаббатын білдіріп, жаумен шайқасқан. Мен сіздерге осы Қасым Қайсеновтың «Жау тылындағы бала» атты кітабын оқуға кеңес беремін.